Күннен күнге өсіп келе жатқан адамзатты бағу үшін жердегі ресурстар жеткілікті ме? Қазіргі таңда жердегі адамдардың саны шамамен 7.948.118.519. Егер адам саны дәл осы қалыпта өсуін тоқтатпаса, біздің планетамыз қай кезде мекен етуге жарамсыз болып қалады? Осы тақырыпты бүгінгі видеода талқылайтын боламыз. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, Шакамуроның арнасына қош келдің. Мені қолдап, үнемі бейне жазбаларымды қалдырмай көріп, пікір жазып, löпіл басатын көрермендеріме алғыс айтудан шаршамаймын. Ал егер сіз бұл арнаны алғаш жолықтырған болсаңыз, жазылып қойыңыз. Себебі алдағы уақытта өте қызықты тақырыптағы видеолар шығатын болады. Рахмет. Жер бетіндегі үлкен қарқынмен өсіп келе жатқан адамзат біздің планетамыз үшін ең басты қауіп. Бұл мәселені ауаның ластануы мен жаһандық жылыну секілді алып проблемалар қатарына жатқыза аламыз. Қазіргінің өзінде адам саны тым көп болып саналады. Жердің мөлшері уақыт өте ұлғая алмайтыны ешкімге жасырын емес. Тіршілікті сақтайтын ресурстар да шексіз емес. Азық, су мен энергия барлығына жетпеуі мүмкін. Ендеше адамның саны жердегі тіршіліктің жойылуына алып келуі мүмкін бе? Расында олай емес. Мәселенің барлығы жердегі мекен ететін адамдардың санында емес, ресурстарды тұтынушылардың көлемінде және табиғатты ысырап қылып, орынсыз қолданылуында. Соңғы уақытқа дейін жерді мекендеген Homo sapiensтердің саны аса көп болмаған. Бар болғаны 10 мың жыл бұрын біздің ғаламшарымызда бірнеше миллион ғана адам өмір сүрген. Тек 17-ші ғасырдың басында ғана адам баласының саны миллиардқа жетті. Ал 2 миллиардқа тек 20-ші ғасырдың 20-ші жылдарында жетті. Қазіргі таңда жер шарындағы адам саны 8 миллиардқа жақындап келеді. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы бойынша 2050 жылға дейін адам саны 9 миллиард 800 миллионға жетуі мүмкін. Ал 2100 жылға жеткенде 11 миллиард болады. Адам санының күрт жоғарылауы тек 20-ші ғасырдың соңына қарай басталды. Сол себепті де біз өткен тарихқа қарап, адам санының көбеюі қандай зиян алып келетінін біле алмаймыз. Бұлайша айтқанда, егер адам саны 22-ші ғасырда 11 миллиардқа жетсе, біздің экономикамыз құлдырау кезеңінде бола ма, жоқ әлде шарықтау үстінде болады ма деген сұраққа жауап бере алмаймыз. Бірақ біз адам саны күрт өсіп жатқан мемлекеттерге қарап, болашақты шамалап болжай аламыз. Негізінде, алдағы 10 жылдықта демографиялық өсу тұрғындардың жалақысы төмен саналатын мемлекеттердің үлкен қалаларында болады. Бір қарағанда осындай қалалардағы тұрғындардың көбеюі бүкіл әлемдік мәселеде аса қауіпті болмауы керек. Себебі жалақысы төмен, кедей қаладағы тұрғындардың ресурс тұтынуы да өте төмен болады. Көмірқышқыл газының, яғни SO2-нің қалдықтарының көлеміне қарай отырып, қай қалада көп ресурс қолданатынын білуге болады. Кедей мемлекеттердегі ауаға шашылатын SO2 қалдықтарының мөлшері жылына бір адамға 1 тонна. Ал жалақысы жоғары, дамыған мемлекеттерде жылына бір адам 6 тоннадан 30 тоннаға дейін SO2 қалдықтарын ауаға шашады. Сол себепті де экономикасы мықты дамыған мемлекеттер, экономикасы төмен, кедей мемлекеттерге қарағанда атмосфераны әлде қайда көп ластайды. Адам саны 11 миллиардқа жеткен кезде жердегі ресурсқа деген қосымша жүктеме аса өзгермеуі мүмкін. Бірақ та әлем өзгеруде. Сондықтан жалақысы төмен мегаполистерде көмірқышқыл газының қалдықтары артуы мүмкін. Ал бұл өз кезегінде экологияға өзінің зардаптарын алып келеді. Экономикасы жақсы мемлекеттегі адамдар жердегі көбейіп жатқан тұрғындардың зияны артпас үшін осы мәселені егжей-тегжейлі талқылап шешулері қажет. Және осы дамыған мемлекеттер энергияны тұтынуды азайтса ғана жаһандық климатқа деген төнген қатер азаяды. Және басты мақсатқа ресурсты үнемдеп қолдану, қоқысты өңдеуден өткізуді қою қажет. 2015 жылы жасалған зерттеу экологиялық проблемаларға үй шаруашылық тұрғыдан қараған. Ол жерде басты көңіл бөлінген зат тұтыну. Зерттеу көрсеткендей, жекеменшік тұтынушылар атмосфераны ластайтын парникті газдың 60% шығарады екен, және жер мен судың 80% қолданады. Сондықтан, жай ғана үй шаруашылығымен айналысатын адамдардың өздері бүкіл әлемдегі зауыттарға қарағанда көп ресурс қолданып, ауаны көп ластайды екен. Қоқыстың мөлшері, қолданылатын су, көліктен және үй жылытудан шыққан зиянды газ, тағысын тағы экологияға зиян заттарды да жағдайы жақсы мемлекеттерде көп шығарады. Ал осы проблемаларды шешу үшін бай мемлекеттегі адамдар өзіне пайдалы, бірақ қоғамға зиян заттардан бас тартуы қажет. Бірақ осы жағдайлардың бәрін реттеп, ресурстарды үнемдесек те, жер шарымыз 11 миллиард адамды қамтамасыз ету екіталай. Сол себепті де қоршаған ортаны қорғау профессоры Вилл Стефан жердегі адам санын 9 миллиард шамада ұстап тұру қажет дейді. Кейіннен тууды қысқартып, адам санын азайтуды ұсынуда. Бірақ қазір қарасақ, онсыз да адамды азайту шаралары бізге айтылмай қолданылып жатқан секілді. Мысалға, ковидті алуға да болады.
Әрине бұл шаралар адам санын көбейтуді тоқтатпаса да, жылдамдығын азайтады. Біріккен ұлттар ұйымының зерттеуі бойынша, өткен ғасырдың аяғында бір әйел орташа есеппен 5-6 бала туатын болса, 2010 жылдан бері бұл сан 2-3 балаға дейін азайған. Бірақ бұл жолмен қандай да бір өзгеріс байқалу үшін жүздеген жылдар керек деп есептейді биолог Кори Брэдшоу. Оның ойынша, тіпті алып апаттың өзі жердегі жалпы адамның азаюына аса бір өзгеріс алып келмейді. 2014 жылы жасаған тәжірибесінің арқасында Кори мынандай ой түйді. Егер кенеттен ертең адам баласының саны 2 миллиардқа бірден төмендесе де, немесе басқа мемлекеттерде Қытай секілді бала туылуын бақыласа да, 2100 жылға дейін адам саны бәрібір 9 миллиардтан асып кетеді. Сол себепті де бала туылуын басқа жолмен азайту қажет. Мысалға, әйелдің дәрежесін көтеріп, тек үйде отырып отанасы емес, беделді жұмыс жасайтын жеке тұлға жасау қажет деп есептейді Вилл Стефан. Біріккен ұлттар ұйымының тұрғындар мен аумақты зерттеу фондының зерттеуінде кедей мемлекеттердегі 350 миллион әйел соңғы балаларын тууды жоспарламаған екен. Егер осы әйелдердің білімі жоғары болса және дәрежелі жұмыс атқарса, олар бала аз табар еді. Себебі олардың бала туудан бөлек жұмыстары болады. Сондықтан да бұл логика бойынша ресурстарды қолдануды үнемдеп, әйелдердің дәрежесін жоғарылату қажет. Егер 11 миллиард адамның өзінде осыншама проблемалар туындаса, жер максималды түрде қанша адамды баға алады деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ғалымдардың ойынша нақты санды айту қиын. Себебі оның бәрі болашақтағы ауыл шаруашылығы, егін егу, энергетика мен тасымалдау технологияларының дамуына байланысты. Көпшіліктің ойынша адам саны қазірдің өзінде тым артық болып кеткен. Ал адамдар өздерінің рахат өмірлерін қоғам үшін өзгерткілері келмейді. Сол себепті де бүгінгі күні жаһандық жылыну, жануарлар түрінің азаюы және теңіздердің қоқыспен ластануы секілді проблемалар белең алып тұр. Социалдық статистикаға сүйенсек, дәл қазір әлемде 1 миллиардтан астам адам аш отыр. Біріккен ұлттар ұйымының 2012 жылы жасаған тағы бір зерттеуінде адамның максималды саны жайлы 65 түрлі сценарий бар. Ол жерде адам саны тым артық болғанда қандай шаралар жасалғаны дұрыс жайлы жазылған. Соның ішінде ең атақты нұсқада адам саны тұрақты түрде 8 миллиардтан аспау қажет. Ал біз естеріңізде болса, дәл қазір 8 миллиардқа жетіп қалдық. Ал ең төменгі көрсеткіш 2 миллиард болу керек. Ал ең көп, максималды адам саны 124 миллиард. Бұл видеоның тақырыбындағы сұрақтың жауабы. Бірақ бұл зерттеудің бәрі иттің боғына да тұрмайды. Себебі қанша жерден не болжасақ та, нақты болашақ қандай болатыны ешқандай адамға белгісіз. Мемлекеттер экологияны ойлап, тұтынуды ысырап қылмаса ғана жердегі жағдай тұрақталады. Сол себепті де біздің әрқайсымыз табиғатқа қамқор болуымыз қажет және тұтынатын заттарды үнемдеп, қоқыс тастамауға тырысуымыз керек. Міне тек сол кезде біздің ұрпағымыз бен еліміздің болашағы жарқын болады. Болашақтағы дамыған технологиялардың арқасында біз экологияны тазартып, экожүйені қалпына келтіре аламыз деген үміттемін. Және болашақта біз басқа ғаламшарларды бағындырып, сол жерлерге қоныс аударуымыз мүмкін. Ғалымдардың ойынша бұл жағдай ертелі кеш орын алады. Ал қазір біздің қолымыздан келетіні тек жерге қамқор болу. Осымен біздің танымды бейне жазбамыз соңына жетті. Ақпараттың кей жерлері түсініксіз әрі іш пыстыратын болуы мүмкін. Бірақ бұл өте маңызды тақырып. Егер түсінбеген тұстарыңыз болса, астыға сұрақ ретінде қоюға ұялмаңыз. Соңына дейін көрген болсаңыз, сізге алғыс айтамын. Сіздермен бірге болған Шака Муро. Келесі қызықты видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.